Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабақта жаңа бөлім гидросфера бөлімі, ал өтетін сабағымыздың тақырыбы гидросфера және оның құрамдас бөліктері. Бүгінгі тақырыптың оқу мақсатына тоқталсақ, біріншісі гидросфера құрамдас бөліктерін анықтау, екіншісі табиғат су айналымын түсіну, үшіншісі гидросфера құрамындағы сулардың қалыптасуы мен маңыздылығын ажырата білу. Сонымен гидросфера дегеніміз ол грек тілінен аударғанда гидро су, сфера шар дегенді білдіреді. Демек, жердің су қабаты гидросфера деген сөз. Сонымен жалпы жер шарының ауданы 510 км квадрат болса, соның ішінде құрлықтың ауданы 149 миллион км квадрат, ал мұхит ауданы 364 миллион км квадрат. Осыған қарап айтатын болсақ, жердің көп бөлігін мұхит алып жатыр деген сөз. Атап айтқанда, мұхит жердің 4-тен 3 бөлігін немесе 71%-ын басып жатыр деген сөз. Келесі гидросфераның құрамдас бөліктері, оның ішінде мұхит 96 және 97% алады. Мұхит дегеніміз бұл гидросфераның ең ауданды және массасы көп құрамдас бөлік болып табылады. Келесі ол жер асты сулары, оған артезиан, грунт сулары және минералды қасиеті бар сулар жатады. Олардың үлесі 1,7%. Келесі құрамдас бөлік ол мұздықтар. Мұздықтар дегеніміз кәдімгі мұхитта жүзіп жүретін немесе қалқып жүретін мұздықтар немесе айсбергтерді айтамыз. Оның үлесі 1,7%. Құрлық сулары. Құрлық суларына өзендер, көлдер, батпақтар, тау басындағы мұздықтар жатады. Олардың үлесі 0,1% ғана. Соңғысы тұщы су қоры. Тұщы су қоры дегеніміз адамның ішуіне жарамды суды ғана айтамыз. Оның үлесі небәрі 2,5%. Жалпы тұщы су қорының 90% мұздықтарда кездеседі. Мұздықтардың 70% Антарктида материгінде шоғырланса, ал 20% солтүстік мұзды мұхитта, қалған 10% әлемнің басқа жерлерінде таралған. Демек, бұл дегеніміз әлемнің 97,5% суы адам ішуіне жарамсыз деген сөз. Келесі ол судың физикалық қасиеттері. Су үш агрегаттық күйде болады: газ, сұйық және қатты күйде. Демек, су температурасын 100 градусқа жеткізсек, немесе қайнатсақ, ол бу немесе газ күйіне айналады. Ал керісінше су температурасы 0 градусқа дейін төмендеген жағдайда қатты күйге немесе мұзға айналады. Және тағы бір айта кететін жайт, мұхит сулары мұзға айналу үшін -2 градусқа дейін жету керек болады. Неге ондай айырмашылық бар деп сұрасаңыздар, мұхит суының өзінің ерекшеліктері бар. Ол дегеніміз тұздылығы, мұхиттағы судың тұздылығы өте жоғары болғандықтан осы мұзға айналу үшін -2 Цельсий градус керек болады. Келесі ол конденсация ұғымы, термині. Бұл дегеніміз табиғатта, ауа райында және гидросферада кездесетін үлкен термин. Конденсация дегеніміз не деп сұрақ қойсаңыздар, мына суретте көріп тұрғаныңыздай, мысалы күннің температурасының көтерілген әсерінен осы су буға айналып, бұлтта қалыптасып, осы қайтадан су тамшыларына айналуын осы көреміз. Осыны конденсация деп атаймыз. Осыны біз дұрыстап түсіну үшін мына сурет арқылы көрсек болады. Мысалы, кез келген ыдысқа суды құйып, оның астына от жағып қойсаңыздар, біраз уақыттан кейін ысыған соң су буға айналып, ауаға ұшады. Және де осыны ыдыстың бетін жауып қойсаңыздар, буға айналған су осы төбесіне келіп соғылады да, біраз уақыттан кейін қайтадан суға айналады. Осыны біз конденсация деп атамыз. Осы конденсацияны біз күнделікті өмірде суды шәугімге қайнатқан кезде байқасақ болады. Және табиғаттағы су айналымы. Осы табиғаттағы су айналымы әсерінен
су үнемі жаңарып және табиғатта тұщы су қоры қалыптасып отырады екен. Және табиғаттағы су айналымы екі түрі бар, ол үлкен су айналымы және кіші су айналымы. Үлкен су айналымына келетін болсақ, ол мысалы мұхит суы күн жер бетін қыздырған кезде ауаға буланып ұшып, осы бұлт түзеді және бұлт біраз уақыт өткен соң құрлыққа барып, қайтадан жерге су немесе қар күйінде жауады және осы жауған су өзен арқылы қайтадан осы мұхитқа баруын біз үлкен су айналымы немесе дүниежүзілік су айналымы деп атаймыз. Ал кіші су айналымына келетін болсақ, ол мұхит су айналымын айтуға болады. Ол небәрі осы мұхиттың ішінде ғана жүретін айналым, және өткенде айтып кеткендей, су буланып бұлтқа барады, бұлт түзіліп мұхиттың басқа жеріне уақыт өткен соң жаңбыр күйінде қайтадан мұхитқа түседі. Осыны біз кіші су айналымы деп атаймыз, немесе мұхит су айналымы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.